Садақаның ең үлкені адамдардың мұқтаждығына орай берілген зат немесе ақыл кеңес екендігі бұл дінімізде бесенеден берілгелі, салтымызда бұрыннан айтылып келе жатқан дүние. Қазақ даласында көлденеңнен көк атты болып сапар шегіп жүрген азаматтар ертеректе көп болған. Олардың сапарда жүргенде ең керекті дүниесі су емес, нан болатыны ақиқат. Сондықтан жолда жүрген адамдарға азық болу үшін жеті гүлше тарату бұл біздің әдебімізге сіңген. Бұған дініміз тосқауыл қоймайды. Себебі жолда жүрген адамның ең бірінші мұқтажы нан. Сондықтан жеті шелпек тарату ешқашанда дінге қайшы келмейді. Ал енді жеті шелпек неге жетеу дейтін мәселеге тоқталатын болсақ, Иса пайғамбарға қарсы болушылар, егер Алла Тағала шын сенің айтқаныңдай болатын болса, көктен тамақ толы дастархан түсірсін деді. Сол кезде көктен дастархан түсті. Дастарханның ең үстінде жеті шелпек нан болатын тұғын. Біздің қазақтың нан садақасының сан жетеу болуының себебі осы болса керек.